Париждегі Лувр, Санкт-Петербургтағы Эрмитаж, ямаса Лондондағы Британия музейі. Жоғарыда санағанларым дүниядағы ең атақлы һәм битакрар экспонатлардың музейлері есапланады. Бізде де жоғарыдағы музейлермен бір қатарда тұратығын музей бар. Қарақалпақстандағы Игорь Витальевич Савицкий атындағы музей. Бұл музей орайлық Азия, әсіресе Қарақалпақ халқының мақтанышы һәм мәдени байлығы. Менің атым Исламбек, һәм бұл Айдың каналы. Бұл жаңа жой бар, әзіз достар, һәм бұл жерде біздер har қандай тарихи фактлар хақында, тарихи инсанлар хақында, һәм har қандай болған вақияларды сізге додалап, Айдың мағлұматты жеткізіп барамыз. Көп мағлұматларды күтіп қалың, бұл бүгінгі бірінші сан һәм һәммесі елі алдында. Біз басладық. Игорь Витальевич Савицкий атындағы Қарақалпақстан мемлекеттік көркем өнер музейі тек қана Қарақалпақстандағы, бәлкі Өзбекстандағы ең үлкен музейлерден бірі есапланады. Музей Нүкіс қаласында 1966 жылы шөлкемлестірілген. 1984 жылдан бастап болса, Савицкий атымен аталады. Үлкен сахра ішіндегі ас ұшасатығын мәдени байлықтарды сақлаушы бұл музей тарихы жүда қызы. Ондағы экспонатлар болса өз алдына тарих. Бірақ бүгінгі санымызда ләжі барынша барлығына тоқталуға харекет етеміз. Музейге келген саяхатшылар Савицкий музейін сахрадағы Лувр, ямаса Қарақалпақ Лувры деп атайды. Бұл саяхатшылар тарапынан музейге берілген мақтанышлы ат десек те болады. Музейдің ұлыма майданы 6,9 мың квадрат метр. Атрапында дем алу бағы да бар. Бұл бақ музейді тамаша ететін, кейін дем алу үшін жақсы мәнзіл есапланады. Нүкіс қаласында жайласқан Савицкий музейіне өткен әсірде художник һәм музейтанушы Игорь Витальевич Савицкийдің ұсынысымен Тикар салынған. Тикардан комплекстің аты Қарақалпақ мемлекеттік көркем өнер музейі. Савицкийдің істеген қызметлері үшін музейге айне оның аты берілген. Бұл шахстың іскерлігі Россиядан Қарақалпақ өлкесіне келуі һәм музей шөлкемлестіруіне шекен болған дәуір үлкен тарихтың өзі. Музейдің мәдени тұрмыста тұтқан орны жүда үлкен. Соның ұшында жоғалып кетуі мүмкін болған дөретпе һәм экспонатларды сақлап қалу үшін Савицкий барын берген. Комплекстағы экспонатлар тек қана қандайдыр сурет болмаса әмели бұйымлардан шөлкемлестірілмеген. Онда бүткіл Қарақалпақ халқының тарихында табуы мүмкін. Бұндай үлкен қазине тек қана жұртымызда, бәлкі орайлық Азия, ямаса Азияның басқа жерлерінде ұшыраспайды деп айтсақ болады. Битакрар дөретпелерді көруге мыңлаған километр аралықларды басып келетін адамлар музейге кіргеннен кейін өзгеше көріністің куәсі болады. Музейге шекен болған шаршаулар һәм қиыншылықтар ұмтылады. Ал музейдің өзгеше аурасы болса, бұл жерге келушілерді көзіне тартады. Аралықлар ұзақ болуына қарамастан, қазірге шекен музейдегі экспонатларды көру үшін келетінлар көп. Әсіресе бахар күз маусымында олардың саны көбейеді. Есап кітапларға көре Савицкий музейінде 100 мыңнан артық экспонатлар бар. Бұл экспонатлар түрлі бағдардағы көркем өнер дөретпелеріне өз ішіне алады. Атап айтқанда, бірінші, Совет модерн көркем өнері. 50 мыңнан артық көркем өнер дөретпелері. Тикарнан Совет дәуірі художниклерінің жұмыслары. Екінші, Қарақалпақ халық көркем өнері. Қарақалпақстан мәдениетіне тиесілі тоқымашылық, әмели көркем өнер, өнерменшілік бұйымлары. Үшінші, археологиялық һәм этнографиялық экспонатлар. Орайлық Азия, әсіресе Қарақалпақстан тарихына тиесілі экспонатлар. Бұл бай топлам музейді тек қана регионлық, бәлкі глобал көлемде атақлы екен. Бұл музей хақында гәп кеткенде оның тікелей шөлкемлестірушісі болған Игорь Савицкий хақында айтпасақ болмайды. Игорь Витальевич Савицкий 1915 жыл 4 августта Киев қаласында туылған. Савицкий балалығында жүда жақсы тәлім алған. Бірнеше тілдерді үйренген, атап айтқанда француз тілінде жүда еркін сөйлеген. Савицкийдің шаңырағы оны тарбиялау мақсатында француз хаялын жалаған. Соның ұшында ол жасылығынан француз тілін қиыншылықсыз үйренген. Игорьдің ата-анасы тез-тез шетел сапарларында болып, перзентіне де дүния кезу һәм саяхат етуді үйреткен. Бәлкім сол себепле Савицкий қандайдыр басқа экзотикалық ямаса үлкен қалаларды емес, айне Қарақалпақ сахраларын
таңлаған. 1920 жылғы Россиядағы революциядан кейін Игорь Савицкий ата-анасымен Москваға көшіп өтеді. Москвада жасаған уақытында онда сурет сызуға қызығушылығы пайда болады. Дәслеп Москва суретшілік мектебінде 1941 жылда болса Москва мемлекеттік суретшілік институтында оқыған. Екінші жаһан ұрысы уақытында онда кеселдік анықланып, һәм армия құрамынан шығарып жіберіледі. Әуметі келіп ұрыстан қайтқан жігіт тез арада суретшілік институтына құжат тапсырады һәм студент болады. Ұрыс себеплі институттың көптеген кафедралары біраз болса да қауіпсіз аймақ Самарқандқа көшіріледі. Институт басшылығы фронттағы сауашылар Москваға шекем жетіп келсе, институттағы бірнеше көркем өнер дөретпелеріне зиян жетуін жақсы білген. Мәдени коллекцияларды сақлап қалу һәм студенттер оқуын давам еттіру мақсатында Самарқанд ең идеал орын деп сайланады. Көшірілген студенттер арасында қахраманымыз Игорь Савицкий да бар еді. Эвакуация бәнесіменен ол Өзбекстанға келеді. Һәм Самарқанд жаңа оқу имаратына барып жайғасады. Самарқандта ол атақлы тарихшы һәм көркем өнер тарау ілімпазлары Николай Ульянов һәм Константин Истомин менен танысады. Олар менен орайлық Азия һәм Улума бұл жердің адамлары, мәдениеті, тарихы хақында сөйлеседі. 1944 жылға келіп болса, Москваға қайтып кетеді. Һәм Москва көркем өнер академиясының аспирантура дипломын алады. Дипломды алғаннан кейін болса, ұстазлары тағы оны Өзбекстанға шақырады. Бұл сапар Самарқандқа емес, Нүкіске. Бұл арада этнограф Жданко һәм Айымғы Хорезм тарихы бойынша зерттеуші Толстов Қарақалпақ тарихын үйрену бойынша жұмыс бастайды. Олар ескі шәкіртті Игорь Савицкийді зерттеуде жәрдем беруді сұрайды. Игорь болса екіленбестен разы болады. Тарихшылар ұзақ уақыт Қарақалпақ аулаларында болып, жергілікті халық тұрмыс тәрізін үйренеді. Сахрада, Нүкісте һәм және көптеген басқа Қарақалпақ қалаларында экспедицияларда шөлкемдестіреді. Реставрация жұмыслары айрым экспонатларды іздеу сияқлы жұмыслары қылып жүрген Игорьдің күннен күнге Қарақалпақ өлкесіне болған мұхаббаты артып барады. Археологиялық қазылма жұмысларында өзі менен әрдайым сурет сызу үшін бұйымларын алып жүреді. Неге бұндай ауыр бұйымларды өзің менен алып жүресің? Оның орнына тайын фотоаппаратты суретке алмайсың ба деген сұрауға Савицкий қалемде сызылған сурет пенен камерадағы суреттің парқы үлкенлігін айтады. Савицкий үшін қолда сызылған суреттер хақиқи байлық болған. Ол дерлік фотоаппаратты суретке алмаған. Айымғы Хорезм аймағы бойлап кезген Игорь Савицкий саяхат давамында үлкен суретлер коллекциясын жаратады. Ауыллар, Хорезм күлалшылығы, ескі қала бөлегі, дариялар һәм ақыры жоқ сахралар. Хаммесін Савицкий ақ қағазда суретлейді. Хорезм хақындағы зерттеулер елі таусылмай тұрып, Савицкий Қарақалпақстанға, Нүкіс қаласына көшіп өтуге қарар етеді. Қарақалпақ мәдениеті һәм көркем өнері жақсы мәністе оны ақылдан аздырып қояды. Нүкіске көшіп келгеннен кейін біраз уақыт тіл һәм әдебиет институтында, кіші музейлерде де істеп көрген. Қарақалпақ көркем өнері хақында үлкен мағлұматларды үйреніп шығып, 1963 жылда Қарақалпақ ағаш оймашылығы хақында арнаулы кітапта шығарады. 60 жылларға келіп, Совет ауқымындағы үкімет органларына Савицкий мүрәжәтпенен шығады. Гап орайлық Азия һәм Россия аймағында жиналған тарихи суретлер, мәдени коллекцияларды асыру хақында бармақта. Савицкий бірнеше басшылардан тарихи байлықтарды бір жерге жинап, музей емасы галерея құру керектігін айтады. Оның бірден бір мақсаты басқа ешқайсы музейге ұқсамайтын музейді құру еді. Ол жергілікті үкіметтің жәрдеміменен ақыр ақыбетінде өз мақсатына жетеді. Савицкий Қарақалпақстандағы 10-15 жылдық іскерлігі давамында көплеп халық әмелі көркем өнер безеулері һәм һәр түрлі суретлерді жинаған. 1966 жылға келіп, Савицкийдің мақсаты ақыр ақыбетінде әмелге асады. Сол вақтағы Өзбекстан басшысы Шараф Рашидов Савицкий ұсынған режені қолап қуатлайды. Сонымен бірге Қарақалпақстан басшысы Қалибек Камалов та олардың пікірін мақұлдайды. Сол жылдың өзінде Нүкісте музей үшін арнаулы орын ажыратылып, құрылыс жұмыслары жұмақланады. Музей ресми түрде ашылады һәм оған Савицкийдің өзі бірінші директор етіп даярланады. Солай етіп, бір адамның жан күйерлігі 50 мыңға жақын экспонат өмірін сақлап қалады. Музей жаңа ашылған уақытларында 2 бөлімге бөлінген. Бірінші бөлімінде Савицкийдің жеке өзі ауылlarda айланып шығып жинаған дөретпелер, зергерлік бұйымлар,
реңі өшкен кілемлер, сынған ыдыс табақлар жиналған. Ол көшелерде сурет, ямаса музей үшін бұйымдарды жинап жүрген уақытта көпшілік адамлар оны шығынды, яғни мусор теруші деп ойлаған. Бірақ ол апуайы шығынды теруші емес еді. Үлкен мәдени коллекциялардың жинаушысы еді. Екінші бөлімдегі көргізбеде болса, Тикарынан орыс авангард суретшілерінің жұмыслары орын алған. Советский Совет ауқамы оның істеп жүрген жұмыслары себеплі халық дұшпаны деп дағазалуын жақсы білетұғын еді. Себебі СССР аймағында шеклеуге ұшаған суретшілердің дөретпелерін алып шығу ямаса іздеу үкімет тарапынан қадаған етілген еді. Солай болса да Игорь бүткіл СССР бойлап орыс суретшілері сызған бейтакрар көркем өнер дөретпелерін іздеп табады, һәм өз коллекциясына қосады. Нүкіске келіп ізбе-із музей ішінде көргізбе қояды. Бұндай үлкен мәртілік оның Қарақалпақстанға болған шексіз құрметін аңлатады. Неге Советский бар жоғы 1 миллионға жақын халқы бар Қарақалпақ халқы үшін музей шөлкемдестіруге барынша күрескені елеге шегем тартысуларға себеп болады. Бұл мәселенің жауабы апуайы. Ол мәдениет ашығы болған. Тек қана нүкіске болған махаббатын сол арқалы сипатлаған. Нүкіс коллекциясы енді ғана ашылған уақыт үлкен ітбарға түседі. Қамме жерде шаушу, гәп сөз тарқалады. Нүкісте жаңа музей ашылыпты. 1968-69 жылдарда Нүкістегі топламлар Москвада шығыс халықларға көркем өнер музейінде көргізбеге қойылады. Музей іскерлігі кеңеюді бастағаннан кейін басқа қалаларда да экспонатлар көргізбеге қойылады. Мысалы, Таллин, Львов, Ленинград, Алматы, Уфа, Казань сияқлы қалалар сахрадағы Луврдан келген тарихты қабыл етеді. Советскийдің абыройы кескін артып кетеді. Енді оны апуай художник ямаса тарихшы алым емес, үлкен бір коллекция иесі, музейдің тикаршысы ретінде басқаша ітбарменен тариплейді. СССР Мәдениет министрлігі хаттекі Советскийға музейдегі айрым экспонатлар бойынша ұсыныс пененде шығады. Оны қоллап қуатлау үшін барлық шариатлар жаратып берілу хақында да айтқан. Өмірінің ақырғы жылларына келгенде де Советский жұмысын тасламайды. Емлеуханада да алдына суретлерін алып келіп, олардан зауқ алуды давам етеді. Музейде ұшайтығын машқаларды шешіп тұрған. Жаңа экспонатларды алып келу бойынша жазба түрде мүлк иелеріменен сөйлесулер алып барған. Емлеуханадағы дауалану уақытында оның жағдайы жақсыланбайды. Аяғындағы рак себеплі 1984 жыл 27 июлда Москвада қайтыс болады. Ол менен қоштасу үшін түрлі мемлекеттерден достары, һәм кәсіптестері, атақлы көркем өнер ілімпазлары жетіп келеді. Советскийді өзінің уасиятына көре Нүкісте православ әулесіне жерлейді. Өлімінен кейінде оны орден һәм медаллар менен сыйлаған. Өзбекстан Республикасының бірінші президенті Ислам Каримов 2002 жылда бүйік қызметлері үшін орденменен сыйлықлаған. Қазіргі күнде де музей тоқтамастан өз іскерлігін алып бармақта. Музейдегі маратлар санында жақын жылларда артып, саяхатшылар үшін қолайлықлар максимал дәрежеге алып шығылды. Экспонатлар құрамы жаңаланды. Қалеушілерді ең көп қызықтыратұғын бұл Георгий Никитиннің Алишер Науаи портреті шығармасы есепланады. Бұл дөретпе жүдә қызық тарихқа ие. Художниктің бұл шығармасынан кейін бұл дерлік жоғалып кетуі босағасында болған. Советский художниктің жесірінен бұл шығарманы оған беруін ілтимас еткен. Хамде дөретпені москвалық реставраторларға қайта тіклеу үшін тапсырған. Яғни Советскийдің жеке өзі бұл дөретпе үшін қатты күрескен. Музейдің мұратнамасына айланған бұға суреті сырлы мәнлерді өзінде жинаған. Бұл сурет еліге шекем тартысыларға себеп болмақты. Шынында да аспанға қарай ұшып баратырған бұға да соншелік көп мәніс болса. Василий Лиценко тарапынан сызылған бұл картина Тикарынан фашизм бастыр театр деп аталған. Тарихта әсіресе жаһан ұрыстары уақытында бұға белгісі ямасы суретлері фашизмді аңлатқан. Бұны натуры түсінген айрым СССР хамилдарлары 70-ші жыллардың ақырында үлкен сын пікірлерді келтіріп шығарған. Антисовет рухында, яғни СССРға қарсылықты, фашизмға болса жан басуды аңлатқан деп суретті жоқ қылмақшыда болған. Бірақ бұға картинасы қазірге шекем музей дивуалында тамашағойлар үшін ілініп тұрыпты. Дүниядағы ең белгілі баспалар тарапынан сахрадағы Лувр аты берілген Советский музейі бүгін күні
barcha uchun ашық. Бұл музейға тек қана тарихқа қызығушылар ямаса көркем өнер шайдалары барады деген гәплер натура. Музейде сіз өзіңізге ұнаған экспонатты әлбетте табасыз. Қалесеңіз жалғыз келің, қалесеңіз шағарағыңыз берін. Савицкий сізде жақсы тәсірлерді қалдырады. Сіз Сахрадағы Луврға бардыңыз ба? Барған болсаңыз, қандай экспонат сіздің кеуіліңізден шықты? Хам сіз ол экспонат хақында незат айта аласыз? Соң бәрін сіз комментарияда жазып қалдырсаңыз болады. Одан да басқа біздің канал хақымызда комментариялар өз пікірлеріңізді жазып қалдырың. Оларды біздер күтіп қаламыз. Кейінгі саналарда көріскенше, хаммеге рахмет.